Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіз. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын үй жағдайында айран ұйытуды көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Алдымен сүтімізді пісіріп аламыз, сүзгіштен өткізіп. Сүт бір көтеріліп қайнаған соң, сүтті сапырып жіберіп, оттың астын орташа етіп қойып 8-10 минуттай қайнатамыз, сосын оттың астын сөндіреміз, яғни кішкене суығанын күтеміз. Ұйытуға біздің сүтіміздің жылулығы 40-43 градус шамасында болуы керек. Саусағыңыз батырғанда саусағыңыз күймейтіндей болуы керек. Қатты ыстық болса біздің айран ашып кетеді, қатты ашылуы шығып қалады, немесе салқын болса ұйымай қалуы мүмкін. Мен сіздерге екі түрлі тәсілін көрсетемін, яғни биоспен және сметанамен. Біріншісі биоспен, бір ас қасық биосқа 2-3 ас қасық сүтімізді құйып араластырып жіберіп, сүтімізге құйып бетін жауып қоямыз. Ал екіншісі тағы да бір ас қасық сметана, 2-3 ас қасық сүт құйып араластырып, сүтімізге құямыз. Бетін жауып, барлығын құйып, бірі сметанамен және бірі биоспен. Биостың орнына басқа кефир түрлерін қолдансаңыздар болады. Ал енді жылы жерге, ешкім тиіспейтіндей жерге орап қоямыз. Орнынан жылжытпау керек. Кем дегенде 7-8 сағатқа осылай жылы жерге орап қоямыз. Орнынан жылжытпағанымыз дұрыс. Міне 7-8 сағаттан кейін сүтіміз ұйыды, бірақ әлі дайын емес. Кем дегенде 4-5 сағатқа холодильникке қалдырамыз. Сонда біздің айран тағы да қою болып шығады. Міне дайын болды, қыздар. Қою біз күткендей. Міне біріншісі бұл сметанамен ұйытқан айран бұл. Екеуі де өте дәмді. Сметанамен ұйытқан айран кәдімгі сметана сияқты тұщылау келеді екен. Бұл екіншісі биоспен. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса төменге пікір қалдырып, лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Кейінгі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.